Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге инвестиция жасауға арналған қазақстандық 5 мобайл қолданба жайлы айтатын боламын. Құнды қағаздармен инвестиция жасау арқылы мол табысқа кенелуге болады. Акция сатып алып, бірнеше жыл оны ұмытып кетсеңіз, кейін әжептәуір пайда көре аласыз. Болмаса күнделікті жұмыс ретінде көріп, трейдингпен айналыссаңыз да ерік өзіңізде. Қор нарығында акцияларды тікелей ала алмайтындықтан инвесторлар делдал қызметіне жүгінеді. Бүгінгі материалымызда Қазақстандағы лицензияланған брокерлер туралы айтамыз. Кейінгі уақытта көпшілік арасында акция алуға қызығушылық артып келеді. Әрі банктердің мобайл қолданбалары арқылы брокерлік қызмет көрсету мүмкіндігі ашылғалы бері сұраныс уақыт өткен сайын артып жатыр. Сала мамандарының айтуынша, алдағы уақытта бөлшек брокеридж сегментінде банктер басты ойыншы болады деседі. Олай болса қазақстандық банктер ұсынатын мобайл қолданбаларға шолу жасайық. Халық финанс. Бүгінде Халық финанс арқылы барлық қазақстандық компанияның құнды қағаздарын сатып алуға болады. Олардың ішінде Қазақтелеком, Қазатомпром, Кисель және тағда басқалары бар. Ал шетелдік компанияларға келсек, Кассе Глобалдағы барын ғана аласыз. Бұл тізімде шамамен 30-40 компанияның акциялары бар. Еліміздегі ең ірі әрі сенімді элементтердің бірі саналады. Халық банктің елшілесі. Теңге, ақш доллары, евро, фунт стерлинг немесе рубльмен инвестициялық шот аша аласыз. Акциялар мен облигацияларды алуда сомасына шектеу қойылмайды. Әлемнің кез келген жерінде қор нарығында саудаласа аласыз. Қазақстандық және халықаралық компаниялардың құнды қағазын сатып алуға мүмкіндік бар. Акция әлеміне енді қадам басып келе жатқандарға таптырмас мүмкіндік. Бірақ тек Қазақстан Республикасы резиденттері қолдана алады. Егер резидент болмасаңыз, онда Халық Global Market деген бөлік инвестициялық жобаға назар аударсаңыз болады. Мобайл қолданбаны үйрену оп-оңай. Бар болғаны Халық Homebank немесе Халық Финанс Application'ын жүктеп алыңыз. Тіркеліп кіресіз. Телефон нөміріңізді жазып, видеоидентификациядан өтсеңіз, Homebank'те брокерлік шот ашу үшін сервис көрсеткен жолмен тіркеліп, басты беттегі инвестициялар бөліміне өтіңіз. Инвестициялық шотқа ақша салу үшін толықтыру деген батырманы бассаңыз, картаны таңдап, соманы жазып, транзакцияларды растаңыз. Не сатып алуға болады бөлімінен компаниямен қанша акция алатыныңызды көрсетіңіз. Одан соң растаңыз. Өтінім статусы операциялар бөлімінде тұрады. Халық финанс қолданбасына тіркеліп, видео тексерістен өткен соң автоматты түрде анкетасы ашылып, брокерлік шот ашуға өтінім шығады. Толтырып, растау керек. Шотты толықтыруда оңай. Барлығы экранда көрініп тұр. Халық инвест қызметтерінің тарифі биржаға байланысты. Мысалы, Касседе 0,03%, AX-те 0,08%. Акциядан түскен табысқа салық төлемейсіз. Жусан Инвест. Жыл басында AX брокерлік қызметінде қорытынды жасаған еді. 2022 жыл нәтижесінде Жусан Инвест 2 номинация бойынша жеңіске жетті. Бөлшек сегментті дамытқаны үшін үздік инвестициялық команда. Жусан Инвест жұмысындағы басты ерекшелік ретінде келісімдерді эминенттерге ғана емес, бөлшек инвесторларға да тартымды болатындай етіп құрылымдай алатынын айта аламыз. 2023 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметтерге сүйенсек, Жусан Инвест басқаруында 12 миллиард теңге актив бар екен. Ал брокерлік қызмет көрсетуде 419 миллиард теңге. Клиенттер келісімі айналымында 1,5 триллион теңге бар. Бастамас бұрын Жусан мобайл қолданбасын жүктеп алыңыз. Егер аталған банктың клиенті болсаңыз, онда бірден шот ашу деп тіркеле аласыз. Экранда тіркелуге керек форма ашылады. Аталған қадамдарды жасап, анкета толтырыңыз. Растау үшін SMS кодты енгізіңіз. Ал енді банктың бұрын соңды клиенті болмаған болсаңыз, онда алдымен Жусан қолданбасына бөлек тіркелуіңіз керек. Содан кейін барып жоғарыда айтқан қадамдарды жасайсыз. Мәліметтеріңізді жолдаған соң өтінім статусы туралы ақпарат анкетада көрсеткен электронды почтасына келеді.
қор биржасында операциялар жасау үшін брокерлік шотта құнды қағаз алуға жететін ақша болуы керек. Толықтыру үшін жусан банк картасы арқылы теңгемен не доллармен сала аласыз. Болмаса кез келген басқа банктер арқылы реквизит көрсетіп толықтыруға болады. TraderNet Freedom Holding Group әлемнің 40 шақты қаласында өкілдігі бар. Ірі брокерлердің бірі. Қазақстан нарығында Freedom Finance Global компаниясы деген атпен жұмыс істейді. Софт ыңғайлы, қолданба арқылы келісімдерді онлайн жасай беруге болады. Мобайл қолданбада сауда терминалы бар. Одан бөлек веб нұсқасында да қолдана аласыз. Сынақ қылып көргісі келетіндерге демо режим қарастырылған. Мұндағы бір ерекшелік клиенттерге бірден 2 шот ашуға мүмкіндік беретіні. Оған бар болғаны 10 минут кетеді. Атап айтқанда мультивалюталық және шот валюталар ақш долларында, теңгемен, рубльмен, евромен ашуға болады. Банк картасы арқылы демо толықтырып, егер аударым жасау керек болса, комиссиясыз іске асыра аласыз. Акциялар мен ETF-ке инвестиция жасауға болады. Биржада листім болғаннан кейін акцияларды IPO бағасымен алып, жинақтаушы шотына сақтап, көбейте аласыз. Опциондар арқылы хедж жасауға мүмкіндік бар. BCC Trade платформа банк центр кредитке тиесілі. Сауда бұйрықтарына SMS құпия сөз немесе электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюға болады. Сауда платформасында қазақстандық нарықтағы ғана емес, сонымен бірге халықаралық нарықта да сауда жасауға және сатып алуға мүмкіндік береді. Әлемдік қор биржаларының ішінде Нью-Йорк, Лондон, Сеул және тағы да басқалары бар. Қаражаттарыңыздың құнды қағаздар мен пайлардың айналымын брокерлік шот арқылы қадағалап отыра аласыз. Қазіргі сәтте болып жатқан акциялар мен облигациялардың белгіленімі жайлы ақпараттарды қарап отыруға болады. Белгілі бір кезең арасын таңдап, сол мерзімді шотта қанша болғанын, қанша жиналғанын қарай аласыз. Өзіңіздің банк шоттарыңызға ақша аударуға да мүмкіндік бар. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.